Босанғаннан кейінгі әйелдерді жиі мазалайтын сұрақ ол салбыраған қарын. Жалпы салбыраған қарын неден пайда болады? Жүктілік кезінде 28 аптадан бастап біздегі ішіміздегі ақ линия бойында орналасқан тік бұлшықеттердің тартылуы болады. Сол арқылы дәнекер тіні бұзылысы байқалады. Ал жалпы осы босанғаннан кейін салбыраған қарын болмауының жүктілік кезінде алдын алуға болады. Яғни ол 3 әдіс бар. Біріншісі артық салмақ қоспауға тырысу, яғни дұрыс тамақтану. Ал екінші орында ауыр жүктеме жасамау, яғни 2-3 килограммнан артық ауыр затты көтермеуіңіз қажет. Үшінші жағдай, сіз төсектен тұрған кезінде ақырын бір жақ бүйіріңізге бұрылу арқылы тұру. Жалпы 65% әйелдерде салбыраған қарын 6-12 ай ішінде өздігінен қалпына келеді. Ал біз осы кезде тамақтану арқылы қалай көмектесеміз? Ең алдымен біз рационда ірімшік, яғни сүт өнімдерін, яғни үй жағдайында жасалған сүт өнімдерін қолдану. Және де ол сүт өнімдерінің құрамында бізде кальцийге өте бай. Кальций ол біздің сүйектеріміздің қатайып, ағзамыздағы зат алмасудың тез жүруіне көмектеседі. Одан кейін күнделікті рационда суп өнімдер, яғни бауыр, бүйрек, өкпе, жануардың осы мүшелерін жиі тұтыну. Сосын ол бізде субпродуктының құрамында өте көп В тобының витаминдері бар. В тобының витаминдері адамдағы депрессияның, послеродовый депрессияның алдын алады. Сонымен қатар біздің памятымыз жоғарылайды және де анемияның алдын алады. Темір препараттарының сіңірілуіне көмектеседі. Сонымен қатар таңғы тағамның құрамында пайдалы майлардың болуын қадағалаңыз. Яғни бұл біз пайдалы майларға не кіреді? Ол бізде асқабақ дәндері, кунжут, авокадо және де оливковый, кокосовый майлары кіреді. Бұлар біздегі әйел жыныс мүшелерінің, яғни гормондарының түзілуіне және де біздегі бұзылыстар болмауының алдын алады. Біздегі либидоны жоғарылатуға көмектеседі.